Қайырлы күн қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бананды коктейль жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге сүт, балмұздақ және банан қажет. Ең алдымен біз бананымыздың қабығын аршып, бірнеше бөліктерге турайтын боламыз. Бірнеше бөліктерге бөлеміз дәл осылай. Және де осы туралған бананымызды блендердің ыдысына салып, жақсылап езіп араластыратын боламыз. Осы банандарымыздың үстіне сүт құямыз. Қыздар айтпақшы, осы ретте айта кетейін. Бұл кезде мен коктейльді 3 порция болатындай етіп дайындаған болатынмын. Осы сүтті құйғаннан кейін тағы да блендерімізді қосып араластырамыз. Массамыз үлкейіп, беті көпіргенге дейін жақсылап араластыратын боламыз. Бұдан кейін үстіне балмұздақ саламыз. Мен бұл кезде ностальгия деп аталатын балмұздақты пайдаланған болатынмын. Коктейліміз салқын, өте дәмді болып шығу үшін мен осы балмұздақты пайдаландым. Сіздерде үй жағдайында осылай өте жылдам, құрамы өте оңай коктейльді жасап көрсеңіздер болады. Балаларыңызға да жасап берсеңіздер болады. Міне біздің коктейльдарымыз дайын болды. Лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар.